Енемді таразға, күйеуімді жұмысқа, екі баламды садикке шығарып салдым да болды, ұйықтайым десем, енемнің берген тапсырмасы бар екен ғой. Біз келгенше үйдің артын әктеп, тазалап жинап қой деген есіме түсіп кетіп, далаға ұшып шыққансың ғой. Мен әгімді, суымды, щеткамды, керек заттарымның барлығын үйдің артына әкеліп алдым. Сосын ұзын сыпыртқымды алып келдім да үйдің сыртындағы шылаулардың барлығын тазалап сыпырып шықтым. Күйеуім әктеме тұрып, фундаментті жуып алсаң, әгің жұқпайды деген соң фундаментті де жуып алдым. Ал енді ол жұға ма, жұқпай ма видеоның соңында көреміз. Сонымен осылай төбені, ортаны, астын барлық жерді қалдырмай әктеп жатырмын. Шынымды айтсам, төбе жағын әктегенде кәдімгідей қолдарым ауырып кетті ғой. Шаршағанда отырып әктемін деп мына әдемі әртіс көйлегімді деп бүлдіріп алдым. Жақсысы бүгін әбетке тамақ істемеймін, өйткені ата-енем жоқ. Күйеуім екеуміз әбетке бір нәрсе, жұмыртқа, пиязды қуырып жей саламыз. Өйткені осы үйдің артын әктеп боламын дегенше өзімнің де белім ауырып бір жақты болды.